Ажырасқан әйел мен күйеу пойызда кездейсоқ кездесіп қалады. Әйел өз орнына отырған сәтте қарама-қарсы бағытына күйеуі келіп отырады. Бірінен бірі бала құсап қашуды жөн көрмеді. Себебі олар есі бар ересек адамдар еді. Оның үстіне ажырасулары да жанжалсыз өткен еді. Бір-біріне сынай бақылап қарап отыр. Күлімдеген көздері ескі жылдардың ескірмеген естелігін еске түсірді. Қанша айтқанмен 2 жыл бір шаңырақтың астында ғұмыр кешті емес пе? Күйеуі бұрынғы әйелінен әлі өңінде бермегенін байқады. Иә, жылдар өткен сайын жастығын ұрлап барады екен, бірақ көркін көмкере алмапты. Оның үстіне қашанда талғаммен киінетін болмысы да өзгермеген екен. Әйел бұрынғы күйеуінің шаштары түсе бастағанын байқайды. Тым сиреп кетіпті, ал жүзі өзгермеген, көз қарасы батылдана түскендей. Күйеуі қалайсың деді. Әйел жақсымын деп жауап берді. Күйеуі кеудесіне симаған сауалын қойып тыңды. Жалғызсың ба? Әйел мүдірмеді. Жоқ, 3 жыл бұрын прокурорға тұрмысқа шықтым. Жақсы адам, жұмыстан қолы босамайтын іскер, ал өзім үй жинап тамақ әзірлеймін деп үйдемін. Бұрынғы бір бөлмелі үйімді сатып, күйеуіммен бірге саяжайдан үй алдық. Жазда табиғатта тыныстағанға не жетсін? Содан соң бұрынғы күйеуіне өзіңше деп сұраулы сөзбен қарады. Мен де үйленгем. Әйелім азық-түлік дүкенінің директоры. Қарным тоқ, дүкеннің есігі қай жағында екенін ұмыттым. Әйелім қаталдау, бірақ мейірімділігі мен нәзіктігі де жетерлік. Жұмысы ауыр. Бітпейтін тексерулер шаршатады. Саяжай сатып алмасақ, себебі ол қосымша жұмыс. Есесіне жыл сайын әрбір елге саяхаттаймыз. Үнсіздік. Бұрынғы әйелі кенет сенің анаң жақсы адам деді, деп күрсінді күйеуі. Анасының өмірден өткеніне 2 жыл болған еді. Екеуі де тағы да үнсіз. Прокурорға кездескенше қалай өмір сүрдің? Қиналған жоқсың ба? Жоқ деп басын шайқай түсті де, басында қиналғаным рас деп мойындады. Сенше деп қарсы сұрақ қойды. Мен де өтірік айтып қайтем? Қиналдым, бірақ қазіргі әйелім кезігіп жарамды емдеді. Отбасым жақсы, бірақ балаларымыз жоқ. Себебі уақыт өтіп кеткен. Бұрынғы әйелі басын изеді. Пойыз тоқтады. Екеуі перронға шықты. Бір-біріне қарады да бас изеп қоштасты. Күйеуі өзінің жатақханадағы бөлмесіне келді. Ас үйде адам көп болғандықтан түшпарасын бөлмесінде пісіруді жөн көрді. Күндегідей көршілермен сөйлескісі келмеді. Жанын жегідей жеген мұңды еңсеру үшін жалғыздық керек. Ажырасқаннан кейін араққа бет бұрған болатын. Жанымның жарасын емдейді деп ішкілікке салынды. Есепсіз қарызға белшесіне батқан еді. Соны өтеу үшін анасының үйін сатты. Анасы да бақилық болды. Содан бері осы жатақханы мекен еткен. Басқа әйел алмады. Себебі жүрегі сол алғашқы және соңғы махаббатына байланған еді. Ойланып отыр, неге өтірік айттым? Бірақ осы жасымды қаңғырып, жалғыз жүргенімді қалай айтамын? Әйел де өзінің пәтеріне келді. Дәлізде прокурор есімді мысықты көрді. Басын сипады. Неге өтірік айттым? Біздің болмысымызда шындықты өлтіретін, айтпай қалатын, ал өтірікті өсіріп, көлгіруді қатыратын бір түйткіл бар. Мұны түзету мүмкін емес. Содан адамдар бетперде киеді. Өздері туралы өзі сенбейтін өтірік айтады. Ұят әрине. Қайдағы прокурор, саяжай. Еркек өз бөлмесінде, әйел бір бөлмелі пәтерінде қайғыдан арылмаған мұңды жандар. Әйелге сәл жеңілдеу, себебі прокурор мысығы бар, ал еркекте ештеңе және ешкім жоқ. Ештеңе істей алмайсың, себебі өтіріктің беті қалың. Ол өткен күннің қатесін жөндеуге мүмкіндік бермейді. Кейде ажыраспаған адамдар да бір-бірінің жан жарасын жазу үшін шындықты айтып, қатесін мойындай алмай өтірікпен жаба салады екен-ау.